Сын есімдер тақырыбын әлі жалғастырудамыз. Бүгін біздер сын есімдерді бір-бірімен салыстырғанда қандай сөздерді қолдануға болады, сол сөздерге тоқталамыз. Біріншісі мо, оны сіздер білесіздер, салыстырмалы шырайда қолданылады. Және оның екінші тағы бір мағынасы көбірек дегенді білдіреді. Сосын кейін келесі сөз less, азырақ. Мысалдарды қарастырайық, бұл сөздерді қалай қолдануға болады екен. Мысал үшін, үш мысал беремін салыстырмалы түрде, бір-бірімен салыстырамыз сөйлемдерді. My car is comfortable. My car is comfortable. Менің машинам ыңғайлы. Менің машинам қандай? Ыңғайлы. My car is less comfortable. My car is less comfortable. Менің машинамның ыңғайлылығы аз. Егерде сөзбе-сөз аударсақ, ал дұрысы қазақ тілінде менің машинам ыңғайсыздау. Менің машинам ыңғайсыздау. Келесі сөйлем. My car is more comfortable. My car is more comfortable. Менің машинамның ыңғайлылығы жоғарырақ, егер сөзбе-сөз аударсақ. Ал дұрыс қазақ тілінде сөйлесек, менің машинам ыңғайлырақ. Яғни less comfortable ыңғайсыздау, more comfortable ыңғайлырақ. Келесі сөзіміз сын есімдердің сапасын бір-бірімен салыстыратын сөз. Ол as, сын есім as. Екі заттың арасындағы ұқсастықты салыстыру үшін қолданамыз. Мысал үшін, she is as tall as her sister. She is as tall as her sister. Оның бойы әпкесі сияқты ұзын. Оның бойы әпкесі сияқты ұзын. As tall as дегенді қолданып тұрмыз. Келесі. This car is as comfortable as that car. This дегеніміз мынау, that дегеніміз анау. Яғни, мына машина, мына көлік, ана көлік сияқты ыңғайлы. This car is as comfortable as that car. Мына көлікте, ана көлік сияқты ыңғайлы. Енді, екі заттың арасындағы айырмашылықты салыстыру үшін қандай сөз қолданамыз? Ол not as, жаңағы сын есім as болады. Not as, көп нүкте as. Мысал үшін, she is not as tall as her sister. She is not as tall as her sister. Оның бойы әпкесі сияқты ұзын емес дегенді білдіреді. Келесі. This car is not as comfortable as that car. This car is not as comfortable as that car. Мына машина, ана машинадай ыңғайлы емес. Notты қолданып тұрмыз, Not as, сын есім as. This car is not as comfortable as that car. Келесі. Салыстыру деңгейін күшейту үшін қандай сөздерді қолданамыз? Much деген сөзді қолданамыз, Анағұрлым көп дегенді білдіреді. Анағұрлым көп. Мысал үшін, he is much more handsome in the photo. He is much more handsome in the photo. Ол фотода анағұрлым әдемі. Яғни шынайы өмірде сондай әдемі емес деген сөз. Фотода анағұрлым әдемі. Келесі. My friend is much older than his brother. My friend is much older than his brother. Менің досым інісінен анағұрлым үлкен. Мына жерде назар аударыңыздар, much older деп тұрмыз. Old деген сөз адамның жасын білдіреді. Яғни біз мына жерде досымыздың жасын айтып отырмыз. Досымның інісімен екеуінің арасындағы жас айырмашылығы үлкен деген сөз, Менің досым інісінен анағұрлым үлкен. Келесі. My friend is much bigger than his brother. My friend is much bigger than his brother. Менің досым інісінен анағұрлым үлкен. Бірақ бұл жерде, бұл сөйлемде біз менің досымның физикалық тұрғыдан үлкен екен, оның дене бітімі үлкен екенін айтып отырмыз. Сондықтан да much bigger деген сын есімді қолдандық. Бүгінге осы. Назар қойып қарағандарыңызға рахмет.